Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен жгут браслет жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай екі колпашок қажет, және де осындай үлкен ине қажет. Жгутты бастапқыда тоқып алу үшін қажет бұл. Және де осындай браслетке арналған основалар қажет. Жгутты тоқып болған соң осылайнан осы жгутқа қоршап салып, осындай сыммен жгутты бекітетін боламыз. Және де осындай магнит қажет. Мінекей ортасы ашылады. Жгутты осылайнан жабыстырып ала қояды, бекітіп. Және де оның жанына осындай цеп қажет болады. Жгут қатты жабысып тұрса әдемі көрінбейді. Сол үшін кішкене ғана осындай цеппен ашық қылып сыммен бекітетін боламыз. Жгутты тоқу үшін бізге міндетті түрде бисерді ине және де кафроновый жіп қажет. 8 штук бисерді аламыз. Мінекей 4-4-еуден 8 штук. Мінекей достар, осылайнан түйіндеп аласыздар. Достар, жгутты тоқу барысында шатаспай тоқыңыздар. Сонда жгут ровно болып шығады. Ал егер сіздер тоқу барысында бір моншақтан болса шатасатын болсаңыздар, формасы бұзылады жгуттың. Және де тоқу барысындағысы бір жері бос, бір жері қысыңқы болып әдемі көрінбей қалады. Сол үшін де ровно тоқуға тырысыңыздар шатаспай. Мінекей бір бисерді аламыз. Бір бисерді қалдырамыз мында. Екінші бисердің жанына өтесіздер. Тағы да бір бисер аламыз. Тағы бір бисерді қалдырасыз. Екінші бисердің жанына өтіп кетесіз. Бір бисер аламыз. Бір бисер тастайсыз. Қасындағы бисерге өтеміз. Бір бисер аласыз. Екінші бисерге бір бисер тастап өтеміз. Мінекей бізде алғашқы жолы 4 штук моншақ болып көтеріліп тұр. Енді бір бисер алып, мына жақта бисерді алып өткеннің үстіне өткізесіз. Мінекей тағы бір бисер қосасыз. Мына жақта қосып кеткен бисерге өтесіз. Бір бисер аласыз. Екінші бисерге өтесіз. Мінекей жаңелде біздің қалдырып кеткен бірінші жолдағы бисеріміз. Осы бисерден өтесіз. Тағы бисер аламыз. Қасында бисерге өтесіз. Мінекей достар, бірінші 4 бисер ғана тұрды. Екінші ряд болып, екінші ряд тағы да бір айналған кезде 4 бисердің ортасын қосып 8-ді енді түгелдедік. Бірақ жанында тұрғанға қарағанда қосып алып мына жаққа тоқып атқан бисеріміз кішкене жоғары болып көрініп тұрады. Сол бисермен жүріп отырасыз. Бір бисер алып, міне жандағы бисерге өтесіз. Тағы бисер аламыз. Мінекей бір бисер тастап, бір бисер қосып, екінші бисерден өтіп отырсаңыз жеткілікті. Бір бисер аласыз. Бір бисер тастаймыз. Жандағы бисерге өтеміз. Бір бисер аласыз. Жандағы бисерге өтесіз. Бір бисерді қалдырып. Бір бисер аламыз. Бір бисер, міне қарасаңыз орны тұр уже көрініп. Мына жақ кішкене жоғарыға өтесіз. Мінекей орны тоқылып тұрады. Байқасаңыздар 4 бисер жоғары тұрады, 4 бисер төмен тұрады. Бірінші рядта 4 бисерді тоқып шығасыз. Екінші рядта 8-ге туралайсыз.
4, одан кейін 8 болады. Осылайдан тоқып кете бересіз. Мінекей достар, біздің жгутымыз дайын. Ең соңына келген кезде түйіндемес үшін бисерлердің әр бисердің көзінен өткізіп ортасына дейін тоқ тастауыңызға болады. Жібіңізге түйіндеп қажеті жоқ, және де ол шығып кетпейтін болады. Жгутымыз осындай әдемі болды. Енді біз бұны бекітетін кезде осындай браслетке арналған диадема сияқты сымымызды алып, жгуттың ортасына өткіземіз. Өлшемін білетін боламыз қазір. Қанша көлемде осындай сымды алу қажеттігін. Мінекей, осынша көлемде өлшеп аламыз. Шамал орын қалдырып, үзіп аласыз. Енді қалпашокты кигіземіз. Жгуттың біткен жеріне қалпашокты кигізіп, магнит браслетіміздің бір жақ бетіндегі цепті өткізіп аламыз. Біз қазір бекітетін боламыз. Осылай бұрышынан ұстап, осылай айналдырып, цепті өткізесіз. Цебіңіз бір шетте қалып кетпесін. Қатты сымыңыз көп болып қалып кетсе, артығын алып тастаңыз. Мінекей, дайын болды. Қолыңызға таққан кезде білезік секілді болады. Егер де бос болып тұрсын десеңіз, осылайынан арасын алшақ етіп ашып жасауыңызға болады. Ал егер қатты осылайынан жабысып тұрған ұнайтын болса, сізге мына цептен қысқартып алып тастауыңызға болады.